Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын, қысқа сақтауға арналған сицебли салатын жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналымда қысқа сақтауға арналған түрлі банка жабудың түрлері бар. Оны видео бөліміне өтіп көре аласыздар. Және подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге қызанақтар қажет болады. Қызанақтың осындай өте әдемі, етті, тәтті түрін таңдағандарыңыз дұрыс. Бұл жерде 10 кг қызанақ бар. Барлығын тазалап, жуып шайып алдым. Енді ет тартқыштан өтетіндей етіп, жақсылап турап алатын боламын. Сонымен қатар бізге болгар бұрышы, сәбіз, сарымсақ, пияз, ащы бұрыш және кептірілген ірі қара бұрыштан қосамыз. Қалауыңызға қарай ас көктен де қосып жіберсеңіздер болады. Мінекей барлық заттарымызды дайындап алдық. Енді болгар бұрышын турауға кірісеміз. Болгар бұрышын ет тартқыштан өтетіндей етіп, осындай көлемде барлығын турап алдым. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қызыл немесе көк болгар бұрышын пайдалансаңыздар болады. Сәбізді де ұзынша етіп турап, ет тартқыштан өтетіндей етіп дайындап қойдым. Пиязды мен қуыруға ыңғайлы болатындай етіп, бірден майдалап турап алатын боламын. Сіздер ет тартқыштан пиязды да өткізіп қуырсаңыздар болады. Мен осылай қолмен барлығын дерлік турап алдым. Ащы қызыл бұрыштан мен 2 данасын ғана қостым. Егер қатты ащы болғанын қалайтын болсаңыздар, 3-4 данасынан қоссаңыздар болады. Мен балалар жейтін болғандықтан 2-ін ғана қостым. Қалауыңызға қарай ең соңында аскөкті де қоссаңыздар болады. Мен аскөкті барынша ұсақ етіп турап қосатын боламын. Егер сізге ұнамайтын болса, қоспай қойсаңыздар да дәмді шығады. Болгар бұрышының барлығын ет тартқыштан өткізіп алдым. Бөлек кеңдеу ыдысыма құйып дайындап қоямын. Оның үстінен сәбізді де ет тартқыштан өткізіп, барлығын араластырып аламын. Сарымсақты видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене ұсақтау етіп турап аламыз. Бұл жерде 3 бас сарымсақты пайдаланып жатырмын. Қызанақтың барлығын турап, осылайша ет тартқыштан өткізіп алдым. Осымен біздің көкөністеріміз дайын болды. Енді барлығын қуыра бастаймыз. Қызып тұрған қазанымызға 200 грамм сұйық майды құйып, үстінен жаңағы турап дайындап қойған пиязды салып 2-3 минуттай кішкене сарғайғанша қуырып аламыз. Үстінен ет тартқыштан өткізілген сәбіз бен болгар бұрышын, сонымен қатар қызанақты да барлығын бірге құйып жібереміз. Кішкене араластырып, оттың астын қатты етіп қойып, бір қайнатып аламыз. Қайнап шыққаннан кейін бетіне осындай көбігі шыға бастайды. Орташа отта жарты сағат уақыт қайнатып аламыз. Жарты сағаттан соң үстінен туралған сарымсақты салып 10 минут уақытқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін дәмдеуіштерімізді сала бастаймыз. Жаңағы турап дайындап қойған аскөкті салдым. Және қызыл ащы бұрыштан да қосамын. Қалауыңызға қарай лавр жапырағын қоссаңыз болады. Мен лавр жапырағынан 3 данасын қосып жібердім. Және кептірілген ірі қара бұрыштан қостым. Соңында дәміне қарай тұзын қосасыздар. Мен 3 ас қасық толы тұзды қостым. Кейін тұзы кішкене кемдеу болып көрінді де, тағы жарты ас қасық тұздан қосып, жақсылап араластырып алдым. Барлық дәмдеуіштерін салып болғаннан кейін кішкене 5-10 минуттай қайнатып аламыз. Осымен біздің сицебли салатымыз дайын болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, керемет болып шықты. Салатымызды суытып алмай, стерилденген банкілерімізге құйып шығамыз. Барлығын құйып дайындап алдым. Менде осындай банка жапқыш құрал болды. Осымен барлық банкымды бұрап, жақсылап жауып алдым. Банкыңыздың дұрыс жабылғанын тексеру үшін әрі-бері осылай жылжытқан кезде қақпағынан ешқандай су ақпауы қажет. Сол кезде біздің банкымыз дұрыс жабылғандығын білдіреді. Жауып болған банкілерімді осылайша төңкеріп, бетін жылы көрпеше немесе одеялмен жауып, 1-2 тәулікке қоя тұрамыз. Одан соң орын-орнына жайғастыра бастаймыз. Осымен біздің сицебли салатымыз толығымен дайын болып шықты. Сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын.
Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет, және подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз, себебі алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.